Сәлем достар! Супер келін асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге диеталы ерекше салат рецебімен бөлісемін. Ең алдымен бізге капуста керек болады, оны солонка етіп турап аласыздар. Қиярды алып, өздеріңіз қалаған пішінде турап алсаңыздар болады. Піскен жұмыртқаларды алып, сарысы мен ағын ажыратып аласыздар. Жұмыртқаның сары уызын бөлек ыдысқа алып қойыңыздар. Жұмыртқаның ақ уысын солонка етіп турап аласыздар. Енді укропты турап аласыздар. Қалауларыңыз бойынша петрушка салсаңыздар да болады. Жұмыртқаның сары уызын езіп ұнтақтап аласыздар. Дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және горчица, тұз салып, 3 ас қасық қаймақ саласыздар, 25%. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырасыздар. Салатқа арналған соусымыз дайын болды. Енді оны салатқа салып, жақсылап араластырып аласыздар. Жеңіл әрі дәмді диеталы салатымыз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше болып шығады. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.